сәлеметсіңдер ме балалар, 57-ші сабақты талқылайық. 24-ші жаттығу өлеңді оқы. Даңқты қалалар. Қалалар бар әлемде тамсандырған халықты. Ол қалалар әр елде несіменен даңқты. Париж Эйфель мұнарасымен, Москва Кремльмен, Вашингтон ақ үйімен, Афина Акропольмен, Алматы несімен әйгілі. Өлеңдегі сұраққа жауап бер. Өлең неліктен даңқты қалалар деп аталған? Суреттегі көріністер не себепті әйгілі екенін дереккөздерден біліп ал. Ал балалар, тапсырмаларды бірге орындайық. Өлеңдегі сұрақта жауап: Алматы әсем табиғатымен, Алатауымен және алма бағымен әйгілі. Екінші сұрақ: өлеңде неліктен даңқты қалалар деп аталған? Өлеңде әр елдің әйгілі қалалары мен олардың ерекше белгілері айтылғандықтан даңқты қалалар деп аталған. Суретте көріністердің әйгілі болу себебі: Париж Эйфель мұнарасымен, Мәскеу Кремльмен, Вашингтон ақ үйімен, Афина Акропольмен, Алматы табиғатымен әйгілі. Қатесін түзеп жаз. Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі. Оған саяхатшылар көп барады. Бірінші сөйлемдегі сөйлем мүшесіне талдау. Бірінші сөйлемде Эйфель мұнарасы әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі. Эйфель мұнарасы бастауыш не деген сұраққа жауап береді. Ал әлемдегі ең биік құрылыстардың бірі баяндауыш. Толық талдайтын болсақ, бастауыш пен баяндауышта атау тұлғалары зат есімдер, сондықтан олардың арасында сызықша қойылмайды. Өйткені баяндауыш бірі деген анықтауышпен байланысып тұр. Екінші сөйлемде оған саяхатшылар көп барады. Оған толықтауыш, саяхатшылар бастауыш, ал көп барады сөзі баяндауыш. Не істейді деген сұраққа жауап береді. Ойлантап, айтыңдаршы ал енді ұлы қорған бар елді. Айтыңдаршы ал енді пирамида бар елді. Жауабыңды жаз. Ұлы қорғаны бар ел ол Қытай. Ал пирамидасы бар ел Мысыр, яғни Египет. Жиырма жетінші жаттығу төмендегі сөйлем мүшесіне талдау үлгілеріне назар аудар. Сөйлемдегі қимылды, іс-әрекетті білдіретін сөзді тап. Оған не істеді, не қылды, қайтты сұрақтарының тиістісін қой. Осы сұрақтарға жауап беретін сөз баяндауыш болады. Баяндауыштың астын екі сызықпен сыз. Екінші, сөйлемдегі қимыл, іс-әрекеттің иесін анықта. Сол сөзге сұрақ қой. Егер ол сөз кім, не, кімдер, нелер деген сұрақтарға жауап берсе, онда ол бастауыш болады. Оның астын бір сызықпен сызамыз. Үшінші, сөйлемдегі өзге сөздерге сұрақ қой. Олар сөйлемдердің тұрлаусыз мүшелері болады. Тұрлаусыз мүшелердің астын ерек сызықпен сыз. Сөйлем мүшелерінің байланысын сызбамен көрсет. Ал 28-ші жаттығу жоғарыда жаңа айтылған сөйлем мүшелерінің талдау үлгісіне қарап, төмендегі сөйлемдерді бірге талдайық. Бірінші сөйлем: ескерткіштер қорғауға алынған. Нелер? Не? Ескерткіштер бұл бастауыш. Не істелген? Алынған баяндауыш. Қимылды білдіреді, екі сызықпен сызамыз. Ал не алынған? Ескерткіштер. Не деген сұраққа жауап беріп тұрған соң бастауыш болады. Бұл іс-әрекеттің иесі, бір сызықпен сызамыз. Қайда алынған? Қайда, яғни қорғауға. Бұл жерде тұрлаусыз мүше, ерек сызықпен сызамыз. Екінші сөйлемде сәулетшілерді кездесуге шақырдық. Не істедік? Шақырдық. Баяндауыш. Кімді? Сәулетшілерді. Толықтауыш. Бұл тұрлаусыз мүше. Қайда шақырдық? Кездесуге. Пысықтауыш. Кім шақырды? Біз. Бастауыш. Үшінші сөйлем: Астана сәулетті құрылысымен ерекшеленеді. Не істейді? Ерекшеленеді. Баяндауыш. Не ерекшеленеді? Астана. Бастауыш. Немен ерекшеленеді? Сәулетті құрылысымен. Пысықтауыш. Төртінші сөйлем: Мен өскенде сәулетші болғым келеді. Не істегім келеді? Болғым келеді. Баяндауыш. Кім болғысы келеді? Мен. Ол бастауыш.
қашан болғысы келеді? Өскенде пысықтауыш тұрлаусыз мүше. Кім болғысы келеді? Сәулетші. Бұл жерде толық дауыш.